Күні кеше Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі атанды. Бас ассамблеядағы 193 елдің 138-і Қазақстанды, 55-і онымен бәсекеге түскен Таиландты жақтады. Әлемдік аренадағы жаңа статус елімізге не береді? Қауіпсіздік кеңесі Біріккен ұлттар ұйымындағы шешімдері орындалуы міндетті бірден-бір орган. Басты міндеті бейбітшілік пен соғыс мәселесін шешу. Қара сөзге көнбегендерге барлығы да сақтауы міндетті экономикалық санкциялар мен сауда эмбаргасын енгізуі, немесе одан да қатты шаралар қолдануы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымындағы басқа органдармен салыстырғанда қауіпсіздік кеңесіне міндетті түрде сайлану қажет. Өзге құрылымдарға мемлекеттер өз өкілдігін жібергенімен, бұл органда 200-ге жуық ел 10 орын үшін таласады. Негізі тұрақты түрде жұмыс істейтін 5 мүше бар. Олар Ресей, ақш, Қытай, Ұлыбритания және Франция. Өзге 10 мүше 2 жыл сайын жаңарып отырады. Тұрақты емес мүшелер де алдыңғы бестікпен тең құқылы дәрежедегі дауысқа ие. Маңызды резолюциялар қабылдануы үшін кем дегенде 15 мүшенің 3-тен 2-сі келісімін беруі қажет. Яғни әрбір ел, оның ішінде Қазақстанның да дауысы халықаралық аренадағы шынайы салмаққа ие болады. Статистика бойынша қауіпсіздік кеңесіне сайланғаннан кейін Біріккен ұлттар ұйымынан алатын көмегі 10% артса, ал кеңестің әрбір тұрақты мүшесінен алатын жәрдем тіпті көбейеді. Тұрақты емес мүшелер де төрағалықсыз қалмайды. Қауіпсіздік кеңесінің әрбір мүшесі кезек бойынша 1 ай көлемінде төраға болуға құқылы. Яғни 2017-2018 жылдар аралығында кем дегенде 30 күн Қазақстан қауіпсіздік кеңесінің бас мүшесіне айналады. Сарапшылардың сөзінше, Қазақстанның жаңа лауазымы жаһандық қауіпсіздік мәселелеріне тікелей араласып, Орта Азияның өзекті проблемаларын әлемдік деңгейге шығаруға мүмкіндік береді. 2 жылдық мүшеліктен кейін еліміздің халықаралық саяси ойындардан үлкен тәжірибе жинайтыны анық дейді мамандар.